бастамас бұрын психологиялық ахуал тудырып алайық. Осының алдарында бетбір, бетбір, екіге бүктелген бетбір. Бірінші бүктелген жеріне бүгінгі өздерінен қазіргі сабақтың алдындағы жаман көңіл күйлеріңді, эмоцияларыңды жазасыңдар, жаман қандай жаңағы өздерінде сезім бар, сол сезімдеріңді жазасыңдар, жаман сезімдеріңді. Ал енді мына ортада тұрған суретке саламыз. Салыңдар. Болды. Жаман сезімнен, жаман көңіл күйден арылды. Нұрмұхамед, қандай өзің жаман көңілінен? Қорқыныш. Ал қандай сезімдер? Еңбекқорлық, жақсы. Қалыңдар, мен бүгін өнерге қатысты ойшылдар пікірлерімен, даналық ойлармен таныстым. Мінезді түзеуге екен болмайды десең, адамның тілін кесер едім десең екен, ұлы абай атамыз Жүсіп балашылған адамның бақытты болуына түзу мінез, әділдік және ұят керек екенін айтқан ақпараттар өте қызықты және әрі ой салалары екен. Сәлеммен Ералы. Кімге бердің? Кімге бердің? Нұрсұлтанға. Нұрсұлтанға бере ғой. Нұрсұлтанға хатыңды бере ғой. Жақсы. Мына жақ топтан. Кім оқиды? Кім оқиды? Айза топ. Сенмен соның төңірегінде ойымды бөліскім келеді. Ол кісіге ең пайдалы нәрселер мінез түзелігі, ұят әділдік, бұл жүйе арқылы бақыт табады деген екен. Меніңше мінез жақсы адам әрдайым айналасындағы адамдарға жақсы әсер етеді. Ал ұяты бар адам дұрыс әрекет етеді, яғни жаман істерден аулақ болады. Әділдік болса әрқашан барлық адамдарға тең қарау деген сөз. Бұл үшеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Егер біз бәріміз мінезімізді жақсартып, әділ болсақ, ұятты сақтасақ, өмірімізде шынымен де бақыт табар едік. Өз ойыммен бөліскенім үшін кешір. Бірақ мен осы сөздерді сенің де естіп түсінгеніңді қалаймын. Сенің ойың қандай? Сәлеммен, Айзат. Кімге жаздың? Айзат. Адамға қандай пайдасы бар деп ойлайсың? Мінездің адамға қандай пайдасы бар екен, балалар? Мінездің адамға қандай пайдасы бар? Айза, қандай кейіпкер? Майқанова апай. Қай пәннен береді? Қай пәннен берішеді? Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша сабақ беретін апайымыз екен, Мінездің адамға пайдасы өте көп. Ол адамның ішкі дүниесін және қарым-қатынасын анықтайды. Егер біздің мінезіміз жақсы болса, ол бізге жақсы нәрселер алып келеді. Мысалға, қарым-қатынас жасау түзеледі, сенімділік пайда болады, өз-өзіңізді дамытуға көмектеседі, бақытты өмір сүруге қол жеткізеді. Жақсы. Ақпарат табу үшін оқу, сын есімдердің шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімді зат есімнің орнына қолдану екен. Енді балалар мәтінмен жұмыс істейміз. Ойлан, жұптас, бөліс. 7-ші тапсырма 141-ші бетті ашамыз. Оқылым тапсырмасы бойынша жұмыс істейміз. 141-ші бет. 141-ші бетті аштыңдар ма, балалар? Оқиды. Кәне, кім оқиды? Оқиды, Нұрсұлтан. Дымымды ішіме бүгіп, теректің діңіне жабысып қатында қалдым. Ахметов пен Майқанова оқшауланып бермен қарай бұрылды. Екеуімен тұрған теректің түбінен өтіп бара жатыр. Қадыров түбінде адам болатын бала, деді Майқанова. Оты бар деп қостады Ахметов. Екеуі бұлай ұзақ беріп мен жөнінде тағы бірдеңелерін сөйлесіп бара жатты. Бірақ мен анықтап ести алмадым. Әлгі естігеннің өзі қолқа жүрегімді солқ еткізгендей әсер алды. Мен Майқанованы қасышпанын білсем, ол мені түбінде адам болатын бала деп директорға мақтап бара жатқанды қалай? Апайқын, тағы осылай деді, міне жұмбақ. Әрине, бәріне өзім айттымын. Осының бәрі тәртіпсіздіктің, мінез құлқының нашарлығын
kesapаты. Әйтпесе ана темір құсап өзімді өзім үлгілі ұстап жүріп тек тұрсам, мұндай жағдай болар ма еді? Жоқ, жетеді. Ақмақтықты енді доғарым дейді. Ақмақтықты енді доғарым дейді. Бәлкім мазмұнын қамтитындай бір сұрақ құрастырасыңдар. Мына жақта яғни бұл жаңа комикс жанрында салынған суреттегі кейіпкерлерді не істейсіңдер? Сөйлеп тезіңдер. Қане, кітабымызды бір жаққа қарай әзірше жинай тұрайық. Иә? Қожаның Майқановаға деген ойы қандай еді? Иә? Күнде адам болатын бала деп директорге мақтап бара жатқан кім? Тыңдаймыз. Қожа қандай шешім қабылдады? Қожа қай жерде тығылып тұрды? Директор оты бар деп неге айтты? Директор оты бар деп неге айтты? Жақсы. Отырамыз. Мәтіннің негізгі ақпараты Майқанова мен Ахметовтың пікірі. Ахметовтың Майқанова екеуінің пікірі, Мәтіннің қосымша ақпараты қожаның шешімі. Қожаның шешімі деп солай тапқандар. Жақсы. Қадыров, біз сені неғып шақырып жатырғанымызды білесің бе? Неге шақырғанымызды білесіңдер ме? Сен мектепте оқығың келмей ме? Ол мектепте оқығың келмей ме? Қандай сөз? Тіркесті сөз. Жақсы. Ести? Жоқ, шәріппен жазамыз, Ести алмадым. Ести алмадым. Тіркесті сөз дейді. Жақсы. Келесі. Графикалық органайзерлер. Аш қасқырда көсілесіңдер. Білесіңдер ме? Дара? Көркем Дара? Жайлы дара. Ал күрделі? Кезектесіп айтады. Кір шалмаған. Жақсы, күрделі сөздер. Ажыратамыз, қане отырамыз қалғанымыз. Біреуіміз ғана айтып отырайықшы, кезектесіп айтайық не болмаса. Жалқау сапалық дейді, дұрыс па? Дұрыс. Қатыстық. Жайсаң қатыстық па? Жоқ. Сапалық.
көрсең көзін аш. Бұлақ көрсең көзін аш. Дұрыс тапты. Міне балалар, бұлақ көрсең көзін аш. Дұрыс. Әкеге қарап ұл өсер, анасына қарап қыз өсер. Жақсы. Жақсы. Бала тілі бал. Бала тілі бал. Жақсы. Отан сүю отбасыдан басталады. Отанды сүю отбасынан басталады. Мінезді қалыптастыратын қандай қасиеттер мен қабілеттер бар? Мінез қалыптасу үшін. Мінез жауапкершілік. Мінезді жауапкершілік міндетті түрде не болу керек екен? Дұрыс айтасың. Мінез деген сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын. Көрсетқызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып, үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың. Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенде тұрарлық, мінезде аздырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл, ар үшін болсын. Білім алып, нәтижеге жетеді екенбіз, биік мақсаттарды бағындырады екенбіз. Сондықтан ең бірінші адам өзінің мінезін түзету керек екен, балалар. Биыл өздерің білесіңдер, Абайдың 180 жылдығы. Соған байланысты, осы қорытынды сөзін соған байланысты алып отырмын. Балалар, енді кәне бәріміз смайликтің бетіне салып қой. Енді маған өтті бағалауларыңды қоса маған не істейсіңдер? Жазып қоясыңдар. Ал енді біз мінез туралы не білдік? Кәне, балалар, жарайды. Екелес сабақта жұмыс істейміз.